ертеде дәулеті асқан Қасым атты хан болыпты. Ол талай әйел алса да біреуінің пұшпағы қанамапты. Қарашада үйден де ханша шығады дегендей, ол ақыры үлкендердің ақылымен өзінің қойшысының қызын айттырыпты. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап қыздалады. Бұл әйелі келесі жылы балпанақтай бір ұл тауып береді. Ұшан теңіз қуанышқа батқан хан жаратқан тәңіріне дән риза болып: «Жаратушы Аллам, маған бақытты кең берді, кең бергенде кем бермеді. Армандағанымды алдыма арқандап берді, арқандап бергенде дарқандап берді» дейді. Сонымен баласының атын Қабыл қояды. Қабыл күн сайын есейе береді. Әрі шолжаңдаған ерке болады. Уәзірлері кеңес беріп: «Қабыл оқысын, білім алып өнегелі болсын» десе, хан үшін бұл ерте көніпті. Қабыл бір күні ойнап жүріп: «Ат болып арқаңа міндірмедің» деп уәзірдің баласы Әшімнің көзіне қанжар сұғып алады. Амал не? Хан қаһарынан именген Әшімнің әкесі хан алдында жұмған аузын аша алмайды. Хан өзі оспақтай сұрағанда: «Балалар ойнап жүріп оқыс болыпты» дей салады. Хан тұрып: «Балам хан болғанда қатыгез болады-ау» деп ойлап қана қояды. Бір күні Қабыл балалармен ойнап жүріп: «Мен үлкейгенде хан боламын, осылардың барлығына әмір пәрмен жүргіземін. Ал қазір осылармен қалайша тепе-тең болып ойнап жүрмін. Мен өзімнің бұлардың ханы екенімді көрсетіп қояйын» деп ойлап, бір жуан дөңбекке шығып отырып дауысын кенеп: «Жарандар, мен сендердің Қабыл хандарыңмын. Барлығың бүгіннен бастап менің әмір пәрменімде боласыңдар» деген екен. Балалар дерлік хан айналасындағы шенді шекенділердің балалары болғандықтан ереже тәртіп салт санадан хабардар еді. Bir бала Қабылдың алдына барып иіліп тұра қалып: «Ханеке, дат» депті. Қабыл масаттанып: «Датың болса айт» деп тамағын кернейді. «Тақсыр, сіздің әмір пәрменіңізден шыға алмаймыз. Солай болса дағы көңіліміздегі шешілмей тұрған бір түйінді алдыңызда айтпай тұра алмаймыз. Ханның алтын тақты болады, басында алтын тәжі болады, әмір жүргізетін мөрі болады. Бұл ежелгі салтымыз емес пе еді» дегенде, даңғой Қабыл өзінің ағаттығын сезіпті де қайта барып әкесіне алтын тәж тақ жасатып алмақшы болады.